Сәлеметсіздер ма, құрметті көрермендер? Тұлғалар тағылымы хабарының кезекті санын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз Әлкей Марғұлан мұрасы ұлттың рухани байлығы. Студия қонағы Астана қаласындағы оқушылар сарайының директоры, Әлкей Марғұлан мемориалдық мұражайының алғашқы ұйымдастырушысы Ербол Іргебай. Хош келдіңіз, Ербол мырза. Қазақ халқында ғұламалар өте көп. Соның ішінде Әлкей Марғұланның орны айрықша. Әлкей Марғұлан энциклопедист ғалым. Алаш ардагерлерінің тәрбиесін алған, жан-жақты зерттеуші, ірі тұлға. Мен сізге қояр бірінші сұрағым Әлкей Марғұланның шыққан тегі, туған жері, қоршаған ортасы туралы мәлімет беріңізші. Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Шынында да қазақ тарихындағы ең үлкен алыптар шоғырының ізін басқан осы Әлкей Марғұлан деп айтуымызға болады. Алыптар шоғыры деп отырғаным Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулаттардың, солардың тәрбиесін көріп, солардың ізін еріп, кейінгі ұрпаққа молыға қалдырған үлкен тұлға. Ал енді кез келген тұлғаның әрине қалыптасуына әсер ететін бірнеше факторлар бар. Соның ең біріншісі оның әрине өзінің тегі, ата тегі. Жақсыдан жаман туса да, жаманнан жақсы туса да, тартпай қойғасын негізге дейді ғой. Әлкей Марғұланның арғы атасы атақты Олжабай батыр. Олжабай батыр заманында Абылай ханның туыстаушысы болған. Абылай ханның атынан мынау Ресей патшасымен келіссөз елшілікке де барған. Мынау сол Баянауыл тауында атақты қалмақ қырылған деген жерлер бар. Осы Баянауылдың өңірін қалмақтан азат ету жаңағы соғысында үлкен ерлік көрсеткен әйгілі батыр. Бұл Әлкей атамыздың төртінші атасы болып келеді. Өз атасы әкесі Қақан, Қақанның әкесі Марғұлан, оның әкесі Дулат, Дулаттың әкесі Олжабай батыр. Ал енді сол міне Баянауыл өңірі деп айттық. Жалпы қазақ тарихына енді хабары бар, денде бүгілген адам болса, Баянауылдың қазақ тарихына берген үлкен ірі тұлғаларын барлығы біледі. Біз енді арғы жағы Шорманның Мұсасы, бергі Қаныш Сәтбаев, мынау академик Шапық Шокиндер, тіпті Кәукен Кенжетаев, тағы біршама ұры тұлғалар осы Баянауылдан шыққан. Соның бірі Әлкей Марғұлан. Әлкей Марғұлан мына сол өңірдің енді бір ерекшелігі келешегінен үміт күтетін балалардың тәрбиесіне мән берген ғой. Сонда сол кішкентай жас кезінен бұларды ауылдың ақсақалдары, өзінің әкесі мысалы Марғұлан Мәшқұр Жүсіппен шамалас қатарлас адамдар болған, мысалы Қақандар. Соларды төбенің басына енді ауылдың ақсақалдары жиналып отырып, бұларға жаңағы жырды жаттатқызып, сонда 6 жасында Әлкей атамыз Едіге батыр жырын, Алпамыс батыр жырын, батырлар жырының барлығын жатқа айтқан. Енді сол кезде өзінің есте сақтау қабілеті кішкентай кезінен байқалған ғой. Бұдан үміт күтіп, негізі сол Баянауылдағы өзі шағын жер болса да, сол кезде 3 кластық мектеп болған. Өйткені Баянауыл өңірі кішкене мына мәдениетке жақын, қажылыққа да көп барған ол жердің адамдар. Енді Мәшқұр Жүсіптің өзі сол жерден болғаннан кейін түсінікті ғой. Сол Баянауылдағы 3 кластық білімдік негізгі сауатын ашқан, одан кейін барып Павлодарда білім алады, мұғалімдік. Павлодардан білім алғаннан кейін бұл кісіні мынау сол кезде архив құжаттары енді сақталған Әлкей атамызды неге жібереді? Далба мектебіне бұйрықпен жібереді. Мынау бұйрығы мына жерде байқалып көрінеді. Бұл жерде анық жазылған. Марғұланов Әлкей, учитель, направляется в должность учителем Долбинской 2-й советской школы 1-й степени дейді. Настоящее удостоверение действительно по 1 августа 21 года дейді. Яғни 21 жылы Далма мектебіне оқуға жіберген.
Міне осы ары қарай әрине осы алғашқы өзінің оқытушылық кезеңі басталады. Негізі енді туып өскен енді ортасы осы Әлкей атамыздың. Өте жақсы. Ербол мырза, енді мен қарап отырсам, сіз бүгін біздің студиямызға Әлкей бабамыздың мұрасын, аманатын арқалап келдіңіз сонау Астанадан. Қаншама құжаттар алып келдіңіз, оның еңбектерін алып келіп отырсыз. Өзіңіз әрі зерттеп жүрген адамсыз осының барлығын. Сондықтан сізге мынандай сұрақ қойғым келіп отыр тағы да. Әлкей Марғұлан қазақ халқының рухани әлеміне қалай әсер етті? Қандай еңбектер қалдырды? Осы жолдағы өмір жолына да тоқталып кетіңізші. Алдымызда соншама құжаттар тұр. Одан бұрын әрине біз жаңа енді білім алғанын айттық қой енді. Павлодарда оқыды, мұғалім болып бастады. Біз сияқты мұғалім. Одан кейін енді үлкен қалыптасуына, азаматтық тұлғасына, ғалымдық тұлғасына қалыптасуына бір нәрсе басшылық болады ғой. Бұл кісіге үлкен сол түрткі болған, бұл кісінің жаңағы деңгейін байқаған Әбікей Сәтбаев деген үлкен азамат болған. Семейдегі семинарияның тұңғыш директоры. Осы Әбікей Сәтбаев сол Баянауыл өңіріндегі Қаныш Сәтбаевтың ағасы. Бұл кісі сол өңірдегі келешегінен үміт күтеді деген жастардың барлығын жинақтап, сол Семейдің педтехникумына оқуға жіберген ғой. Соның ішінде Жүсіпбек Аймауытов, соның ішінде Қаныш Сәтбаев, соның ішінде Әлкей Марғұлан болған. Міне осы Семей пединститутында, Семей пединститутының педтехникумда алғашқы үлкен мынау ғылыммен танысу кезеңі басталады деп толық айтуға негіз бар. Өйткені осы Семей педтехникумда оқып жүрген кезде бұл кісіге жаңағы мынау мына жерде біз суреті бар, мына жерде Семей педтехникум бүгінгі таңдағы Әуезов атындағы педколледж ғой енді үлкен. Тарихы тереңде ол педколледж. Осы педколледжда, педтехникумда оқып жүрген кезде бұл кісі мынау Қазақ тілі газетінде, одан кейін Таң журналдарында жұмыс істеп, алғашқы өзінің мақалаларын жариялай бастайды. Және бұл жерде тағы бір ерекшелігі, бұл педтехникумда үлкен мамандар, мұғалімдер жұмыс істеген. Мына жерде міне жазылған. Орыс тілі әдебиетінен Сироткин деген мұғалім сабақ берген. Географиядан Виноградов, физика, химиядан мына Қазан университетінің профессоры Афиногенов деген кісі сабақ берген екен. Математикадан Мертвецов дейді, тағы да кете береді. Соны өздерінің бір естеліктерінде Әлкей атамыз айтты деп айтады. Бұл кісі енді географиядан да жақсы болған ғой енді. География қоғамның мүшесі болады. Мүшесі болған. Географиядан жақсы болған. Сонан кейін мынау әлгі Марко Полоның жүрген жолы, Магелланның бұғазын сонда келешекте сен де Магелландай ғалым бол деп ана мұғалімі айтқан екен енді. Мүмкін соныңда дуалауыз. Одан кейін осы Семейдегі Таң журналдарында, Қазақ тілі газетінде алғашқы мақалаларын жариялай бастайды беріп. Бұл кісі сол 1925 жылы бітіреді ғой, бірақ әлі кетіп қалмай тұрып. Жас шәкіртке қоршаған ортасы жаңа тұлғалардың ықпалы қандай, қабылдауы да мықты болып тұр ғой. Және бұл кісі ол кезде бұларға Мұхтар Әуезовте сабақ берген ғой. Мұхтар Әуезов жас жігіт, ол кісі Ленинградта оқиды. Сол келген кезде мына жастарға сабақ берген енді. Мұхтар мына Әлкей Марғұланнан 4-98, 6 жас үлкен жігіт. Бірақ енді ой үлкен ғой олардың барлығынан, Мұхтардың енді көргені көп. Міне сол Мұхтар Әуезов тапсырма беріп, бұл кісілердің жаңағы әртүрлі тақырыпта, мынау сол өңір Бұқар туралы, Сабырбай туралы алғашқы өзінің зерттеу мақалаларын әдебиетке деген құлшынысын оятады ғой енді. Газетке көрінген. Және бір үлкен тарихи міне бір құжат бар бізде. Мынау Әлкей Марғұлан 1921 жылы 21 июльде Қазақ тілі газетіне жазған мақаласы. Мынау Әміре Қашаубаевтың сол неге Парижге жүрер алдындағы әлгі қазіргі экспо ғой, Париждегі сол дүниежүзілік халықтарының үлкен көрмесіне сол туралы мақаланы жазған. Екі мақала, біреуі Әлкей Марғұлан Әміре Қашаубаев барады деп жазылады, екіншісі барып келгеннен кейінгі. Әрине, бірақ енді ол барып келгеннен кейінде
Әмір Қашаубаев көп қуғынға ұшырайды ғой. Ал одан кейінгі үлкен енді Мұхтар Әуезовтің жетекшілігімен, нұсқауымен, айтуымен, ақылымен бұл кісі жаңа Әлкей атамыз өзі де жазған. Менің ғылым жолына түсуіме әсер еткен адам Мұхтар Әуезов деп. Мұхтар айтады, сен мына жерден де қалып қалма, Ленинградқа жүр деп, бұл кісіні жаңа сол Ленинградтағы шығыстану институтына оқуға түсіреді. Бұның қабілетін Мұхтар атамыз да көріп тұр ғой енді. Ол кісінің өзі естелігі бар, радиодан айтқан, бізде мектепте, музейде сақтаулы тұр. Қалай Ленинградқа қалай жеткендерін, жаңағы Столица Владивосток үлкен атақты Омбы арқылы баратын пойызына отырып 4 күн жүреді екен. Ертіп апарады ғой өзі. Апарып, соған тапсырады. Және ол кез дегенді бұл кісінің мынау Ленинградтағы шығыстану институтымен қатар жаңағы Ленинградтағы тарих филология факультетінде оқыған. Екеуінің лекциясына қатар қатысып жүрген адам ғой. Иә. Үлгеріп. Ал ол кездегі қарасаңыз енді үлкен совет ғылымына үлес қосқан ғалымдар енді Ресей ғылымы дейік, әлемдік ғылымға академик Бартольд, бүкіл атақты Ресейдегі түркітану ғылымының негізін салған ғалымдардың бірі. Соғыстың лекциясын тыңдаған академик Самойлович деген болған. Бұл кісі атақты мынау Ресейдегі арабтану ғылымының негізін салған. Енді лингвист Мар, тағы үлкен Мешаниннің, Струве, солардың барлықтарының лекциясын тыңдап отырған ғой. Бұл кісі енді уақыттау ғылымға деген құлшынысы керемет. Ал ол кездегі тағы бір енді ол кейін алдында тағы айтармыз. Ол кезде Москвада үйқамақта Әлихан Бөкейханов отырған. Бұл кісілер сонда өйткені 22 жылы Әлихан Бөкейхановты алып кетті ғой Москваға үйқамақта. Сондықтан міне осындай үлкен ғалымдардың негізгі ғылыми негізі Семейде жасалды. Одан кейін ары қарай Ленинградта бұл кісінің ғылымға деген үлкен құлшынысы ашылды. Міне осыны оқып жүріп, бұл кісінің алғашқы дипломдық жұмысы Абайға байланысты болған. Өйткені енді Семейде оқығаннан кейін Абайдың төңірегіндегі барлығы Мұхтар арқылы араласқан ғой енді. Шәкәрімді де көрген бұл кісілер. Шәкәрімнің Абайдың балалары Тұрағұлды да, Тұрағұлдың жаңағы бір естеліктерінде өзі айтады. Кім сұрақ қояды ғой деймін. Әлкей атамыз сұрақ қойыпты. Бүгінгі таңдағы талантты жастардың ішінен кімдерді бөліп айтасыз дегенде, Имантайдың 2 баласын айтам деген ғой. Имантайдың біреуі Қаныш, біреуі Ғазиз, өкінішке орай Ғазиз 37-те атылып кетеді. Сонда Тұрағұлдың да жаңағы деңгейінің биіктігі ғой. Сол Қаныштың деңгейін байқаған ғой. Одан кейін мына бұл кісі өте жақсы болған, Абайдың баласы Жебірейілмен өте жақсы болған. Қарым-қатынаста болған. Жебірейілмен өте жақсы дос болған. Бұл кісі өздерінің естелігінде айтады, мынау Абайдың көзімнің қарасы, тағы Абайдың бір-екі әндерін айтады. Жебірейілде ешкім орындай алмайды деп. Одан кейін жетсе әміре айтқан шығар дейді. Бірақ ол да Жебірейіл ерте сүзек өкпе ауруынан қайтыс болып кеткен екен. Яғни міне ғылым жолына осы дипломдық жұмысы Абайға байланысты болады да, сол Абайды індете зерттеп, Абайға байланысты материалдарды сол омбының құжаттары, архивтерден іздестірген ғой. Бұл кісі енді Абайға байланысты алғашқы сол дипломдық құжаттарын сұрастырып, Абайдың балаларына жазған хатын, одан кейін кейбір Абайдың суреттерін сол архивтерден енді іздеп тауып жіберіп отырған негізі. Бірақ бұл кісі 1900 одан кейін уақыттар тығыздалып кетеді ғой енді. Магистраты, қазіргі тілде магистратура, аспирантураға түскен 1931 жылы. Енді бұл аумалы төкпелі заман ғой. Алғашқы репрессияның алғашқы басталып келе жатқан толқыны. Өйткені 1929-да алғашқы тұтқындаулар басталған. Мағжан тұтқындалады, Жүсіпбек тұтқындалады. Жүсіпбек Аймауытов 1931 жылы атылып кетеді. Мағжан бірден Бутырка түрмесіне кеткен. Жүсіпбек мойындамайды, менің қатем жоқ деп. Ал сол кезде енді 1931 жылы бұл кісі аспирантураға түседі. Енді яғни
қарап отыр ғой енді, НКВД керемет жұмыс жасап жатыр ғой енді, кім-кіммен тығыз байланыста, кім-кіммен болды, оның үстіне әр жерде тыңшылар бар, осы талай мықтылардың өзі тыңшылық қызмет атқарған. Кейін мына неден байқаймыз ғой, мына Тұрсын Жұртбайдың Ұраны Алаш, мынау үлкен 3 томдық үлкен ғылыми еңбегінде көп нәрселердің шеті айтылады. Сондықтан енді Әлкей Марғұлан осы бұны аяқтай алмайды. 37 жылы бірақ қолына берілген ғой енді, аспирантура қағаз бар ол жөнінде. Ал негізгі айтады 34 жылдарда бұл кісі сол ауырды, сөйтті беттереген енді дүниелерге келген. Енді бұлай тарихи шындықтарға, бұлай деректерге қарасаңыз, жалпы қазақ қоғамында енді Абайдың әсер ықпалы дейміз. Абайдан кейінгі мынау алаш арыстарының қазақ ұлтына жасаған еңбектері ұшан теңіз ғой. Осы еңбектерді көре отырып, жаңағы тәрбие ала отырып, Мұхтардан, жаңағы Әлиханның ықпалы, міне осылардың бәрін сталиндік саясат кезінде жаңағы қайыспай қазақ ұлтына қызмет жасауы. Бұл да бір үлкен феномен ғой. Қарап отырсаңыз, мен қазір енді мысалы 21 ғасырда осы тәуелсіздік алған кезеңде қазақ қоғамындағы кейбір осы кезеңде мына миллиард қапшықпен қазақтың байлығын алып шетелге қашқандарды қараңыз. Анау шетелде отырып қазақты басқарам деп қазақтың ішіне іріткі салып отырған адамдар өте көп қой. Мысалы, алаңға шыққысы келеді, көбісі. Алаңда не бар алтыным ау? Еңбек ет. Мысалы үшін қараңыз, мені осылардың үлгісінен алуға болады ғой. Әр қайсысы қазақтың болашағына қызмет жасаған. Мысалы, біреуі ауыл шаруашылығын дамыту, жер, су мәселесін, медицинаны қалыптастырып, қазақтың денсаулығына қызмет жасау. Қазақтың жаңағы орман шаруашылығын қалай қалыптастыру керек, қазақтың тілін, грамматикасын, әдебиетін қазақ дұрыс сөйлеу керек, дұрыс ойлау керек, тарихи тұрғыдан философиялық ойлар қалдырып отыр. Осының бәрі қазақ үшін қалай қызмет жасау керек екен, бұлардың барлығы үлгі етіп отыр ғой. Міне соған қарағанда біз үлгі алатын осы ірі тұлғаларымыздың бойындағы тамаша елсүйгіштік, жаңағы ұлт жандылық қасиеттерін үйренуіміз керек қой. Айдаладағы мысалы шетелде жүріп қапшықтап миллиардтаған қазақтың байлығын ұрлап отырған адамдар емес, міне біздің бабаларымыз. Үлгі алыңыз, еңбек етіңіз деп жас ұрпаққа айтуға әбден лайықты тұлғалар ғой. Мысалы үшін адам өзінің жаңа қарап отырсаңыз, мына мен осы тұлғалар тағылымын жүргізіп отырып, кей уақытта бір ойланасың ғой. Қаншама тұлғалар келіп жатыр, қаншама аманатты міне сіздер сияқты азаматтар әкеліп жатыр. Сол уақытта бұлар бізге үлгі алатын мәселелерді неден үлгі алу керек көрсетіп кетіп отыр ғой. Міне қазіргі қазақ мемлекетінің, біздің жеріміздің осылай нық тұруына, көк тудың желбіреуіне үлес қосып кеткен тұлға ғой. Келісесіз бе осыған? Әрине, ол енді Әлиханның сөзі бар. Ұлтқа қызмет ету білімнен емес мінезден дейді. Қанша жерден сенің керемет білімің болып тұрғанмен, егер сенің өзі ұлтқа деген құрметің, ұлтқа деген сүйіспеншілігің жоқ болса, сен қызмет ете алмайсың. Сол білімің қалтаңа ғана қызмет етеді. Ал Әлкей Марғұланның енді алған білімі, тәрбиесі, көргені, мұның барлығы Әлихан, Ахметтердің маңайында болды ғой, Мұхтарлардың. Алтын көпір ғой бұлар енді. 1921 жылы, 20 жылдардан кейін Алашорда өкіметі өзінің саяси аренадағы қызметін тоқтатады. Кеңес өкіметін толық мойындайды. Сондықтан саяси жұмыстан кететті, бұл кісілер тікелей ағартушы жұмысқа көшкен ғой енді. Әрқайсысы өз саласында. Ахмет жаңа әдебиет пен тіл, әдебиет таныш құралымен жаңағы тіл білімі жасаған. Мағжан педагогика, Жүсіпбеков психологиядан сияқты, Қаныш Сәтбаевтың өзі математиканы жазған. Әр салада жаңағы дамытып жұмыстарды кетті, зерттеу жұмыстарын.
Сондықтан да бұл кісілер өздерінің соңынан еткен, соңынан ерген жастардың бәріне бағыт беріп отырған. Әрқайсысына жеке-жеке осы болады ау деген азаматтарға бәріне емес қой. Мысалы, менің қолымда бір ерекше бір құжат бар. Мынау Алашорда өкіметінің енді басшысы Әлихан Бөкейхановтың қол қойған қағазы. Мұнда былай деп жазылады: сообщаем, что наш представитель Ахмет Байтурсунов отзывается от его места. Нашим представителем назначается Абыкей Сатпаев, член Семиплатинского областного совета Алашорда дейді. Ал Әбікей Сатпаев кім? Әбікей Сатпаев жаңа айттық, енді педтехникумның директоры. Яғни тікелей Әлкей Марғұланның ұстазы ғой. Сондықтан оның енді бүкіл Алаштың идеясы бұл кісілердің соңында тұр ғой. Сондықтан да біз енді бір жағынан таңғаламыз да, бір жағынан Аллаға үлкен рахмет айтамыз да, мынау үлкен әлгі 1937 жылдардағы қанды қасап репрессияда қазақтың үш алыбы Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтпаев, Әлкей Марғұланның аман қалуы. Қаныш Сәтпаев бүкіл қазақтың ғылым академиясын, оның ішінде геологияның негізін салып кетті. Әуезовсіз Абай жолы, Абайдың тұлғасы не болар еді? Мүмкін кейін біреу жазар, бірақ сол деңгейде бола ма, болмай ма? Ал енді Әлкей Марғұлан бүкіл қазақтың археология ғылымының негізін салды. Этнография, шоқан тану, оның ішінде тарих та бар, филология да бар, оның ішінде қазақтың архитектурасы да бар. Осының барлығын енді зерттеп кейінгі ұрпаққа қалдырып отырды. Бұл жерде енді мынау Әлкей, менің ойымша, Әлкей Марғұлан осы Алаш идеясына әбден сусындап, соның бойына сіңірген ғой, сонымен қызмет етті. Ал бірақ бірде көп жерде бұл айтылмайды. Айтылмайтын енді нақты құжаттар жоқ. Жаңа заңды сұрақты болды ғой, енді елдің бәрі ұсталған кезде Әлкей Марғұлан неге аман қалды деген. Өйткені Мұхтар Әуезов Правда газетіне кешірім сұрап хат жазды. Мұхтар Әуезов жаңағы Әлімхан Ермеков екеуі. Ал Әлкей жөнінде ондай дерек жоқ. Қаныш Сәтпаевпен таза ғылыми, техник болып дала жұмыстарында, зерттеу жұмыстарына кетті саясатқа. Мүмкін оғысында соңынан болған шығар. Әлкей Марғұланның негізі тұтқындауға НКВД іздеген ғой. НКВД іздейді. Бұл кезде Мағжан Жұмабаевтың, мына Тұрсын Жұртбайдың жазбасында Мағжан Жұмабаев тұтқынын айтады: Әлкей Марғұлан туралы не айтасыз деп. Білмеймін, жас жігіт, менің поклонигім, менің өлеңдерім жақсы көреді, бірақ бір жыл болды көрген жоқпын дейді. Одан кейін Мағжан Жұмабаев допрос кезі ғой, енді бір ерекше кететін жағдай, Ахметтің де, Әлиханның да, басқа мынау Алаш арыстарының қылмыстық істерінде зерттеушілер берген следовательдеріміз ғой, енді соларға бірде-бір мынау солай деген жаңа көрсетулер жоқ, ешкімге бермеген. Ол мысалы Тұрар Рысқұловты мен білмеймін, өйткені екеуміз екі жақтағы лагердеміз, ол жөнінде мен ештеңе айта алмаймын деген жаңағы сырғытпа жауаптар, нақты мынау сондай еді, мынау сөйтті, бұл оңбаған, анау мынау деген әңгімелерді ешқайсысы айтпапты. Сол сияқты Мағжан Жұмабаевқа алдына қағаз әкеп береді ғой. Мыналардың ішінен кімді білесің, қай жерде жүр дегенде, ана Әлкейдің тұсына жазып кетіпті, Өмір деп. Болды. Негізі Әлкей Марғұлан дайындалған, ол енді маңайының бәрі ұсталып жатқаннан кейін көріп отыр. Мен ұстайды деген ғой. Мен Ленинградта біліп отыр. Өйткені сол кезде анау НКВД-ның адамдар үйге келген кезде мына тамағын өзі мойын тіреп жіберген екен. Ана кіріп келгенде енді қан атқақтап бұрқырап жатыр. Содан кейін бұлар енді НКВД-ның кісілері мұны дәрігерге өткізіп жібереді. Дәрігерлер жаңағы өзіне қол салғанда мұны жүйке аурулары психбольница ғой, соған апарып тастаған. Сонымен сонда қалған ғой. Сонда енді Қазақстандағы НКВД-ның адамдары бұл Ресейде деген Ленинградтағылар бұл өліп қалды деп, сонымен енді айту тағдырдың үлкен жазуымен аман қалған. Ал енді неге олай болды деген кезде, мысалы мына жерде үлкен Әбікей Сәтпаев мынау.
Ахмет Байтұрсынов екеуінің бірге түскен Қаныш Сәтбаевтың ағасы ғой. Қаныш Сәтбаевтың ағасы Әбікей, Семейдегі педтехномның директоры. Мына жерде үлкен бір керемет сурет бар. Бұл 1926 жылы түсірілген. 1926 жылы кім Әлихан Бөкейхан Москвада үйғамақта. Білесіздер, 25 жылы Қазақстанды басқаруға Голощекин келеді. Голощекин келгеннен кейін ол кіші революциясын жасап, түгел бәрін тазалаған ғой. Сонда мына 26 жылы мына жерде міне Әлкей Марғұлан. Осы экспедиция, мына экспедицияға Әлкей Марғұлан кімді Әлихан Бөкейханды шақырған. Академик Ферсман, мына экспедицияның жетекшісі Руденко болған. Одан кейін шығыс Алтай экспедицияларына қатысқан. Мына жерде міне тағы да бір құжат. Ферсманның жазған Әлихан Бөкейхановқа жазады. СССР ғылым академиясының президиумы, одақтық автономия республикалар зерттеу жөніндегі ерекше комитеті сізді осы комитеттің Қазақстан экспедиция жөнінде тұрақты эксперті болуға шақырған өтінішін қарады дейді. Жаңағы сізді комитеттің құрамына енгізу туралы ұсынысты өте құптарлық істеп тапты дейді. Яғни Қазақстанның жер жағдайын Әлихан Бөкейхановтан артық білетін ол заманда кісі болмаған. Соны арнайы Ферсман шақырып кіргізіп отыр ғой. Бірақ мұны Голощекин естіп, бұл жаңағы неде жүргенін естігеннен кейін Сталинге хабарлады дейді. Ал енді осы жөнінде Әлкей Марғұлан енді жазып кетпеген, бірақ Әлкей Марғұланның елге айтқан бір естеліктерін мен оқып берейін. Мына жерде осы бір жазған бірде Әлихан Бөкейханов туралы мынандай әңгіме айтты дейді. Ленинградтағы Шығыстан университетінің бірінші курсын бітірген жылы 26 жыл дейді. Құрметті ұстазымыз Руденконың өтінішімен сол кісінің қарауындағы экспедицияға қатыстым. Экспедицияның негізгі міндеті Маңғыстау елінің мәдени мұрасын түгелдей зерттеу болатын. Осынау этнология экспедицияның құрамына Руденконың өзі тамаша ғалымдары таңдап алған екен. Деп жаңағы ары қарай кете береді. Соның кейін сол жылы Маңғыстауға шыққан және бір экспедиция өлкенің экономикасын зерттеген еді дейді. Енді оның бастығы біздің аса құрметті қандасымыз, беделді ғалым экономист, Ленинград университетінің профессоры Әлихан Бөкейханов болатын. Сол жылы менің есімде өмір бойы қалған екі оқиға болды деп жаңағы біреу сол Руденконың айтқан нелерін жазады да, екіншісі мына жерде Әлихан Бөкейхановты қалай қарсы алғаны жөнінде айтады. Адайлардың елдігі, қонақ жайлығы және ақсақалдардың адамшылығы мен қадірменділігі мен ерекше бас идім дейді. Оған себеп болған бірінші оқиға адайлардың экспедиция бастығы Әлихан Бөкейхановты аса құрметтеп тіп-тіп қарсы алу дейді. Бөкейханов секілді қазақтың артық туған ұлдарын республика басшылары қудалап, қанның, байдың тұқымы деп халықтан аулақ таратып, өз қалған өгей болып жүрген уақыты болатын дейді. Адайлар Бөкейхановтың халқының алдындағы орны толмас қызметін тани біледі екен. Сондықтан да оны аса жоғары дәрежеде құрметтеді. Өздеріңіз білетін шығарсыз дейді. Аса құрметті адамдарға ғана қолынан тігілген жарғақ тонды жабады деп. Міне осы Әлихан Бөкейхан осындай бір естеліктен өзі жазбаған, бірақ ауызша айтқан. Яғни ол айтуы енді бұл кісі көп дүниені айта алмай кетті. Шындығына келгенде бұны Алашқа байланысты айта алмай кетті. Әлгі бауырын жазып шаба алмаған тұлпардай, қанатын жазып ұша алмаған сұңқардай бұл Алаш тақырыбының бұл кісіде қалды. Мына бір сурет Алашқа байланысты, бұл 1926 түсірілген. Мына жерде қарап отырсаңыздар тағы да үлкен Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, мына жерде Қалел Ғаббасов, Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов тұр. Мына жерде жаңағы Абдолла Байтасов ұлы. Енді көріп отырсыздар, бұл 1926 Әлкей Марғұлан 22 жастағы жігіт қалшылдап тұр енді. Мынау Ахмет Байтұрсыновты Бакуге түркі халықтарының құрылтайына шығарып салған кезде Қызылорда қаласында түсірілген сурет дейді. Жақсы. Міне осындай тұлғалардың әрине әңгімесін еді, сөзін тыңдады. Сондықтан енді көрген осы болса, ұлтқа қызмет етудің үлгісін осы кісілерден біз енді нақты алды деп айтуымызға толық дәлел болады деп ойлаймын. Енді Ербол мырза өте тамаша айтып отырсыз.
Әлкей Марғұланның тұлғасы, оның жасаған еңбектері, оның сіз алып келген мынау аманат құжаттары қазір сөйлеп жатыр дерек көздері. Енді бұл Әлкей Марғұлан ғалым дедік, жан-жақты ғалым. Осының әдебиет саласына қандай үлес қосты? Осыған тоқталыңызшы. Негізі өзі барлық өзінің қолжазбасына естелігінде айтады, елдің бәрі мен археолог деп ойлайды, бірақ мен ғылымға филология арқылы келдім деп. Яғни алғашқы жаңа жоғарыда айтып кетті ғой енді. Қазақ тілі журналдарында енді алғашқы өзінің зерттеу жұмыстарын тарихқа, әдебиетке байланысты. Одан кейін таң журналдарында осы мақалаларын жинақтап, соны жаса бастады. Бірақ енді осы 1945 жылы бұл кісі докторлық диссертациясын қорғайды. Тақырыбы қандай болды? Тақырыбы қазақтың эпикалық жыр аңыздары деген тақырыпта. Нағыз әдебиетшінің докторлық диссертациясын осы неден қорғаған. Және бұл кісі үлкен бір еңбегі мынау Қозы-Көрпеш Баян сұлу жырын зерттеген. Соның осы ғасырға жататын Қорқыт туралы аңыздардың барлығын үлкен зерттеген. Енді үлкен бір айтып кететін дүние, мына Қозы-Көрпеш Баян сұлу жырының бұл кісі зерттеп келіп, Қозы-Көрпеш Баян сұлу жырының 1,5 мың жылдық тарихы бар екенін сол кезде айтып өтеді. Біз 2000 қай жылы атап өттік. Қозы-Көрпеш Баян сұлу жыры сонау көне түркі заманына жататындығын айтып, яғни осындағы жер атаулары, сондағы салт дәстүрлер, анау Манаштермен салыстырып талдаған. Сондықтан екінші Қорқытты қазаққа қайтарған осы Әлкей атамыз. Үлкен еңбегі. Оғыз дәуірінен жыр екенін. Оның өйткені оған дейін өзбектер де, яғни бұл жалпы бір ғана халықтық деп айтпаймыз ғой. Ол кезде қазақ деген ұлт жоқ, бірақ оғыз тайпалары деп дәлелдеп, сол Қорқыттың күйлерінің, Қорқыт туралы аңыздардың бүгінгі қазақ даласындағы сақталғанын барлығын дәлелдеп жазып, өйткені Әзербайжандарда книга деді, Қорқыты деп жазады. Мына өзбектерде оны жазған. Сондықтан Әлкей Марғұлан осы Қорқыт туралы аңыздардың барлығын жинақтап, өзімізге жаңағы, одан кейін қазақтың барлығы енді жырларының барлығын жинақтаған ғой. Жыраулық поэзияда бәрі. Әдебиетке қатысты біраз мағлұматтар, еңбектер жазып қалдырды ғой енді. Нақты құжаттары бұны қорғаған, яғни докторлық атақ беру жөніндегі міне тағы да бір құжаттар бар. Бұл кісіге жаңағы Академия наук Советской Социалистической Республики дейді. Мына жерге слушали защиту диссертации гражданина Әлкея Қахановича Марғұлана дейді. Одан кейін ары қарай подлежит утверждению вакт деп жаңа шешім шығарған. Сондықтан мұның, яғни Әлкей Марғұланның филология ғылымдарының доктор екенін дәлелдейтін құжат деп айтамыз ғой енді. Енді ғажап дүниелер мынау қарап отырсаңыз, бір тұлғаның бірнеше институттың жұмысын атқарғаны көрініп тұр. Және сіз енді осының барлығын құжаттар арқылы дәлелдеп халыққа жеткізіп жатырсыз. Былай қарасаңыз, енді тарих ғылымының саласына да көп үлес қосқан адам ғой. Қазақ хандары жарлығының тарихи маңыздылығы жөніндегі еңбектер бар екен. Осыған қысқаша тоқталыңызшы тарих саласына. Докторлық диссертациясын қорғаудан бұрын кандидат диссертация қорғау керек қой. Бұл кісі кандидат диссертациясын 1941 жылы қорғайды, бірақ 1941 жылы осы тарих саласынан қорғаған. Онда жаңа біз айтатын, бұл кісінің жаңағы негізгі тақырыбы сол қазақ хандарының жарлығының тарихи маңызы. Бұл енді өте үлкен тақырып. Бұл кісінің жаңағы мынау кейін жеке бір кітап болып шықты. Ежелгі қазақтың тайпалары және қазақ хандығының құрылымы деген үлкен еңбектер енді. Қазақ тарихына байланысты Әлкей атамыздың еңбектері өте көп енді. Барлығын
бүкіл тайпа анау сақ заманындағы, құн заманындағы, түркі дәуіріндегі, оғыз кезеңіндегі тайпалар, бергі тайпалардың жаңағы барлығын түгел зерттеген ғой енді бұл кісі өзінің мынау соңында қалған мұраларында. Және бұны 1941 жылы қорғады дедік, одан кейін 41-ден кейін мынау 45-тен 47 жылдарға қарай тағы да бір ауыр кезеңдер бастан кешеді. Себебі естеріңізде болса 41 жылдарда жаңағы елдің рухын көтеру үшін Кенесары, Наурызбай біздің ұлттық рухты батырларымыз деп жаңағы көтерілген, дәріптелген. Ал одан кейін соғыс кезінде олар. Соғыс кезінде. Одан кейін бір кезде қайдан шығады? Бұлар баяғы Кенесары өмір бойы орысқа қарсы соғысқан, сөйткен, бүйткен, енді осылардың деген екінші дүниеге шыққан кезде мынау Казахстанский правда газетіне мынандай мақала шығады. Профессор Марғұлан извращает историю деп, яғни тарихты бұрмалап жатыр деп. Тарихты бұрмалап жатыр дейді. Бұл өте ауыр айып қой. Ол кездегі репрессия кезеңінде оның үстіне Казахстанская правда газетіне шығуы. Оны өзі жазып отырған Ахинжанов, Тұрсынбаев деген жаңағы өзіміздің қазақтың азаматтары. Олай қарасаңыз, одан кейін мынау бірнеше мақаланы Степанов деген орыстың азаматы жазады. Жаңағы әрқайсыларында жаңағы былай дейді. Доктор филологических наук Марғұлан в своей книге «Едіге в истории преданих» дейді. Бұл 44 жылғы жазған өзінің еңбегі әлкейді. На деле Едіге этого злейшего врага русского народа всеми лучшими чертами казахского народа дейді. Яғни өмір бойы орысқа қарсы соғысқан Едігені дейді, керемет жан-жақтығы мақтап көрсетіп отыр дейді. Бұл әлкей Марғұлан жаңағы тарихты осылай бұрмалап отыр дейді ғой енді. Сондықтан сол кезде еріксізден еріксіз әлкей Марғұлан бұл тарихтан да енді мына әдебиеттен де өйткені тұлғалардың барлығыны бір-бірін соғып кете алмайды ғой енді. Еріксіз археологияға ауысатын кезеңі осы ма деп ойлаймын. Бұның бәрі енді рухани ерлік қой, қарап отырсаңыз. Осы қазақ үшін жасап отыр ғой бұның барлығын. Сол 47 жылы міне газеттерге шыға бастағаннан кейін бұл кісіні жұмыстан босатады. Оны енді сол кезде өздеріңіз білесіз, ана 51 жылы Кенесарын зерттеген Бекмаханов сотталып кетті, Сүлейменов сотталды, тарихшылар, Қайым Мұхамедханов жаңағы Абай зерттеген 25 жылға кетті, Есмағамбет Смайылов сияқты. Енді осы уже әлкей мен Марғұланға да жақындап келе бастады ғой, жақындап жан-жақтап. Сол кезде айтып енді 53 жылы Сталин қайтыс болғаннан кейін кішкене бұл құрсау азайып жазыла бастады деп айтуымызға болады. Жақсы айтып отырсыз, Ербол мырза. Енді өзіңізге алғысымызды айта отыра, денсаулық, шығармашылық табыс тілеймін. Жұмыстарыңызға сәттілік болсын. Өзіңіз осы бабалардың аманатын насихаттап жүрсіз. Өткен жолы Қайым Мұхамедханұлының жаңағы бүкіл өмір жолын, құжаттарын сөйлетіп, біраз дүниелер алып кеттіңіз. Сіздің мойныңызда да осы үлкен арыстардың аманаты тұрған сияқты. Осы жолда сәттілік тілеймін, табысты болыңыз, халқыңызға жеткізіп, насихаттай беріңіз. Рахмет сізге. Сізге де рахмет шақырғандарыңызға. Негізі енді біз үлкен бір жоба жасағанбыз. Ұлылықты ұлықтау ұрпақ ұлағат деп. Сол ұлылардың ұлағатын ұрпақ біле берсе, қазақтың елінде келешектегі жетістігі үлкен болады деп. Бүгінгі таңдағы рухани жаңғырудың ең үлкен дүниесі осы болар деп ойлаймын. Рахмет. Сіздердің де арнаға табыс тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен Әлкей Марғұлан мұрасы ұлттың рухани байлығы атты хабарымызды аяқтаймыз. Сау, саламат болыңыздар.